Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 6-шы сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы Бәйтерек монументы. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 6-й урок. Тема урока «Монумент Бәйтерек». В этом уроке ты научишься отвечать на вопросы по прослушанному тексту и понимать значение новых слов. Жаңа сөздер, новые слова, нышан, символ, шар, сәулет кешені, архитектурный комплекс, бәйтерек. Бірінші тапсырма, тыңда, сұрақтарға жауап бер. Первое задание – прослушай, ответь на вопросы. Нұр-Сұлтан қаласында Бәйтерек монументі орналасқан. В городе Нұр-Сұлтан расположен монумент Бәйтерек. Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Высота Бәйтерека 97 метров. Бәйтерек сәулет кешені. Бәйтерек – это архитектурный комплекс. Бәйтерек қаланың басты нышаны. Бәйтерек – главный символ города. Ребята, еще несколько раз прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту. Нұр-Сұлтан қаласында не орналасқан? Что расположен в городе Нұр-Сұлтан? Бәйтеректің биіктігі неше метр? Сколько метров составляет высота Бәйтерека? Бәйтерек қандай кешен? Какой это комплекс Бәйтерек? Ребята, пока вставьте видео на паузу, работайте самостоятельно. Позже включите обратно, чтобы проверить примерный ответ. Келесі екінші тапсырма, ертегіні оқы, өз болжамыңмен аяқта дейді. Второе задание – прочитай сказку, закончи ее по своему предположению. Ертеде биік бәйтерек ағашы өсіпті. Когда-то давно росло высокое дерево бәйтерек. Бәйтеректің бұтағында ұя бар екен. На ветке бәйтерека было гнездо. Самырық құс ұяға алтын жұмыртқа салыпты. Птица Самрок снесла в гнездо золотое яйцо. Ребята, на самом деле сказка заканчивается совсем по-другому, а я предположительно написала другой вариант. Жалғасы, продолжение. Алтын жұмыртқадан алтын түсті балапан шығыпты. Из золотого яйца вылупился птенец золотого цвета. Ол өскенде алғыр құс болыпты. Когда он вырос, стал отважной птицей. Өз жерін, табиғатын жауларынан қорғапты. Он защищал свою землю и природу от врагов. Есте сақта, запомни, бәйтерек сөзі биік, үлкен ағаш дегенді білдіреді. Слово «бәйтерек» означает «высокое», «большое дерево». Үшінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер дейді. Третье задание, напиши ответы на вопросы. Бірінші сұрақ, первый вопрос. Ертегі немен аяқталады деп ойлайсың? Как ты думаешь, чем заканчивается сказка? Балалар, ертегі кейіпкерлері мақсатына жетеді. Герои сказки достигают своей цели. Бәйтерек сөзі нені білдіреді? Что означает слово «бәйтерек»? Бәйтерек сөзі биік, үлкен ағаш дегенді білдіреді. Слово «бәйтерек» означает «высокое, большое дерево». Келесі төртінші тапсырма, мәтінді оқы, суретке қарап сипатта дейді. Четвертое задание – прочитай текст. Посмотри на картинку и опиши. Мен Гүлзатпен бірге Бәйтерек монументін көрдім. Я вместе с Гүлзат увидел монумент Бәйтерек. Ол биік және өте әдемі. Он высокий и очень красивый.
Төбесінде үлкен алтын шар бар. На вершине находится большой золотой шар. Маған бәйтерек ұнады. Мне понравился бәйтерек. Теперь, ребята, давайте ответим на вопрос. Сұраққа жауап берейік. Олар қайда барды? Куда они пошли? Олар бәйтерекке барды. Они пошли к бәйтереку. Онда нені көрді? Что они там увидели? Олар бәйтерек монументін көрді. Они увидели монумент бәйтерек деп жазамыз. Енді балалар суретке қараймыз және оны сипаттаймыз. Бәйтерек сәулетті құрылыс кешені. Ол көрнекті ғимарат. Биік және әдемі. Ол металдан, әйнек пен бетоннан жасалған. Төбесінде алтын түстес шар бар. Ол әлемдегі биікке көтерілген ең үлкен шар. На этом наш урок закончен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.